Күрделі функцияның туындысын менімен бірге 1-ақ минутта тауып үйреніп ал. Бұл бізде 2 балдық есеп. Функция тақырыбы дымда қиын емес. Қазір мен саған мағынасымен дұрыстап үйрететін боламын. Есепті шығарған кезде не үшін бұл күрделі? Себебі мына жақта 8 дәреже тұр және x-қа белгілі бір нәрсе көбейтіліп или бөлініп тұрса, ол бізде күрделі функцияға жатады. Сол себепті оның ішінен де туындалу керек. Қараңдар, всегда баған айттым, x-тің n дәрежесінен туынды алған кезде мына любой дәреже алдыға түсе салады жай ғана, и ол өзі бірге келмейді. Болды, осы формуланы жаттап алсаң болды. Мынаның барлығын x деп ойлаймын. Сонда қара, біріншісі мынаның барлығын x деп ойлап тұрмын, тиіспеймін. Сонда 8 жай ғана алдыға түсетті. Минус 2x қосылған 3, и 8-ден біреу келмейді, 7 болады. Енді оның ішіндегі мына функция бізде ішіндегі функция күрделі болғандықтан одан тағы да бір рет туындалам. Сонда минус 2x қосылған 3-тен тағы да бір рет туындалам. Сонда екіншісі 8 көбейтілген минус 2x қосылған 3-тің 7 дәрежесі. Енді мына жақшадан туындалсам, x-тің туындысы, жалғыз тұрған x-тің туындысы 1-ге тең. Сонда минус 2-ні 1-ге көбейтсем минус 2 болады, ал санның туындысы ол 0-ге тең. 3-тің туындысы 0 болып кетеді. Сонда минус 2 ғана қалады. Болды. Енді 8-ді апарып мына минус 2-ге көбейтіп алдыға шығара салайын. Сонда минус 16, жақшаның ішінде минус 2x қосылған 3-тің 7 дәрежесі тұра береді. Сонда күрделі функцияның жай функциядан айырмашылығы туындалған кезде ішіндегі функциядан соңында тағы бір рет туындала саласың. Сонда 2 рет жұмыс жасайсың ғой. Тағы да осы сияқты есептерді үйренгің келсе, жеңіл тәсілмен, онда мен курсыма тіркеу ашылды. Курс туралы білу үшін, толық ақпарат алу үшін төмендегі номерге жазсаң болады.